бәріңіз әлем, сіздер мен Арука. Достар, бүгінгі бөлімде ойлаңыздар. Мен сіздерге бай және кедейдің өмірін көрсететін боламын. Бүгінгі бөлім өте қызықты болды. Сондықтан достар, видеоны соңына шейін қарап, астта тұрған подписаться, яғни тіркелу батырмасын басуды ұмытпаңыздаршы. Пожалуйста, достар, сәл қалды, давайте 10.000 подписчиктен асырып жіберейік. Мен оған шейін шүкіден самаймын, сіздер тіркеліп үлгеріңіздер. 1, 2, давай досым тіркел. 3. Көп рахмет достар, тіркелсеңіздер. Ал неше біздің кереметтей видеомызды бастаймыз. Бай қыздың өмірі ма? Әлде кедей қыздың өмірі ма? Бүгін күн күшті боп тұрған сияқты, тез коктейлін ішіп, таңғы асымды ішкім келіп тұр бар ғой. Үйдегі повар көкеме тамақты жақсылап дайындап қойса болар еді. Ақшасын төлеп жатырмын ғой так. Еще бүгін дейтін баратын жерлерім өте көп қой менің. Ура, мен бүгін салонға барам айтпашы. Менің күнім болайын деп тұр бүгін. Жарайды құрсын, тұра бермей тез бет қолын жуып бар ғой. Тез таңғы асымды ішіп алайын. Бүгін қандай приключение күтіп тұр екен мені? Қай жаққа қыдырарымды да білмеймін бар ғой. Сосын ойлана жатарым онда. Беті қолды да жуып алдық, енді тез төмен кетсіп таңғы асымды да шейін тез дала шыққым кеп тұр бар. Машинамды көргім кеп тұр. Ей, повар көке, не істедің? Болдың ба тамағын әлі жасап отырсың ба или? Мінекей таңғы асыңыз дайын, Арука ханым. Ас болсын, сізге әдеттегідей таңғы ас жасадым бүгін, өте керемет дәмді шықты. Түріңізге не болған? Сіздің мә қорқыныштылық кетті ғой. Сіздің түріңізге қарап ешкім повар деп ойламайтын шығар. Сәлемгершіге ұқсапан сізді бар ғой. Рахмет. Күнде осылай тамағың байын тұрған. Не жетсін бар ғой, таңғы асты ішіп алып, қәні дәм көрейік. Повар көке молодец екен. Ойба, анаң бәрін жеуге мен қаным шыдамайды. Құрсын болды, тұрайық. Тез маған джакузиге барып бар ғой, суда ыстық қояйыншы. Қазір бар ғой, салон красотыйдан келгеннен кейін жақсылап тұрып суға түсіп алам. Кеттік бала, шайып мен асайынам не істеп жатыр екен. Осында тұр екен бе мынау? Дала жанып, тұрсата тұра береді бұлар, бек охранник, қалай жағдай, жақсың ба? Шаршап қалған жоқсың ба? Жолы, Арука ханым. Молодец ты какой. Көліңізді дайындап жуып қазалап шығарып қоям уже. Жеріміз көрсетейін. Көлік жайлы енді сайын жатыр едім, сол айтқыз ой ақситын алар бар. О, мен гараждың несін ашып қойып жарайды, жуып жатқан жар. Гараждың есігін жоқ қоя салайын. Гараждағы көліктерді айдаған жоқпын әлі. Өзімнің сүйікті көлігім айда мен, жаным тұрсын ұрысай тап-таза қортына жуылған сияқты ой. Ой, сіздің көлігіңізді дейтін осы Брухевендар ең қымбат мойкаға кіргіздік. Сіздің көлігіңізден таза көлік жоқ ұлғалады. Ойба, не дейді? Рахмет көп-көп. Рахмет көп-көп сізге де. Сіздің ризашылығыңыз болса болуы бізге. Жақсы, онда бекі, пока. Мен тез көлігіме отырып, мен салонға барып қайтайын. Үйде өзіңе қалдырдым. Жақсылап қарап қой. Болады, Арука ханым, жолыңыз болсын. Так, тез барып қайтайық. Салонға сатуяда айсып, мен өзім бірыңғай баратын осы Брухевенде өте керемет бір салон бар. Қыздарды дейтін сұлу қылып шығаратын бір Юля дейтін қыз бар еді ғой. Сол аяқта екен. Мен бүгін массажды да, шашты да, пылақты да бәрін жасатып алғым келіп тұр бар. Бір күнде істеп тастасаң тұрғанша дұрыс емес пе қыздар, бәрін бір күнде істеп тастау керек қой. Біз қыздар шыдамаймыз сол жүргенге. Кішкене адам бар ма? Адам бар сияқты ғой. Сәлеметсіздер ме? Бүгін салонды полный деңгей сатып алғым келіп тұр. Сәлем, Арука. Қош келдіңіз салонға. Мен сізді бірден түсіндім ғой, келе беріңіз. Сразу шашыңызды қазір лақпандырып тұрып массажбен шашыңызды керемет қылып жуып берем. Шашты жуғаннан бұрын просто қазір полный бәрін жасатып істейін келіп тұр да бүгін. Соған жаман болып қалмайын ба әйтеуір. Қойыңыз қайдаған айтпай келіңіз. Уайымдамасаңшы, ой, сұп-сұлу красотка болып шығасыз ғой, келіп жатыңыз. Мінекей қазір мен дейтін дұрыс ең қымбат шампунда келіп басыңызды жуып берем. О, мінекей сізге қызмет ету дейтін өте керемет қой мен үшін. Қазақтың қыздары дейтін осындай сұлу болады негізі. Сізде атты мақтап жердіңіз ғой, көстеп кетіп жүрмесін тағы. Жарайды, мінекей шашыңызды жуып та болды. Енді қазір столға отыра беріңіз, креслоға шашыңызды кептіріп жіберейік. Арука, сізден бірдеңе сұрағым келіп еді, негізі қарсы емессіз ба? Жоқ, сұрай бер. Неге сіз жігітпен жүрмейсіз? Жұп болып, игеніп дегендей ғой. Сұрағыңыз қиын екен
Сен білмейді екем негізі бар ғой, неге жүрмейді екем мен ешаған кәнімі де ойланбаппын мен негізі. Бірақ әзірге кішкене жұмыс жасап, кішкене былай көтеріліп дегенде сондай істегім келеді. Жарайды. Бүгін бұл жаққа шығып баратсыз да негізі мә күшті дайындалатсыз ғой кәдімгідей. Өзім ғой ше. Мә керемет бәрі да рахмет саған. Болды Арука ханым. Сізге көп рахмет, келіп тұрыңыз. Жақсы ол. Мәссаған бүгін жақсы болып қалдым ғой, кәдімгідей бар ғой, массажар жақсы екен. Енді қайтайын неге тезірек негізі бар ғой, байбалаң өте керемет, бірақ та бар ғой, ақылға салып, ақшаны жұмсап, сол кезде ғана қуанышты табамыз. Қарным ашып кетті ғой. Үйде не жейтін тамақ бар екен. Тұруға да ерініп жатқанымды қараш, неме ерінем. Нақ мен жалқау болдым екен осындай. Мандай лашы үйде тұрып, еще қатып алған бір мандар бар еді. Көған бар ғой, қарай салайыншы. Кухнядан бар ғой, бар сияқты осы бар ғой, іздеп көрейінші. Аяққа етіп болған бәрін бар ғой. Осы бар ғой, ана көрші бар ғой, алып кетеді. Менің заттарымды бар ғой. Қазір үйдің артынан қарап көрейінші, осы бір жерлерде жататын еді ғой. Амал жоқ еді. Кішкене көшеден ақша жинау керек болады қазір. Маған жолай өткен кеткендерден енді кішкене ақша сұрап, бір нанға болсын тиын табарым енді. Жұмыс істеу керек болмайды, бұға кіші позу болсын, ақша табу керек, не болып бітті. Болсай сен, тез қашан болсын сен? Бағана істеп жатыр едің ба? Я жуып отырмын, қазір бітіремін. Начальникті де айғайлай береді. Арука, мен сен жұмыстан шығарам болды. Енді не істеймін? Егер де сенің көрермендерің тіркелу батырмасын баспайтын болса, онда шынымен де шығарып жіберемін. Тіркелу батырмасын дейсіз ба? Әрине басатуымен көрермендерім ғой. Достар, пожалуйста, давайте астыл подписаться кнопкасын басып кетейікші. Мен сіздерге сенемін. Ана шөптерді тастап қазір. Аппаратын еліне апарып тастау керек дейсіз. Айтпақшы, маған қазір айнанды жуып бітіру керек, күн батпай тұрып. Дәшкін тез апарып тастайын, шөпті түсіріп, айнанды да жуып тастау керек екен маған. Бір менде қашан бірден дұрыс жұмысқа тұрады екем. Аяқтары да аппаз ғой. Өкфевінде әрине байып кету өте фейін. Саған терлеп біттім ғой кәдімгідей. Әлі кеш батқан жоқ, нормально. Жұмыстың бәрін бітірдім ау бүгін, жақсы болды. Енді қазір менің бүгін айлығымды берсе, өте керемет болып бітеді. Бұл начальник бар ғой, алдыңғы жолы ақшамды бермей қойған болатын. Бүгін қазір көрейін сұрап. Басекемен бүткіл жұмысты бітірдім. Бүгінгі ақшамды бересіз ба? Қандай ақша, дұрыс жасама қазір. Бар кет, ешқандай ақша жоқ саған. Жатпас жұмот десе бар ғой, ақшасын бір жеріңе тап қойсын. Өйсті постоянно бермейді. Қашан жолың болады, мен түсінбеймін бар ғой. Осындайынан қара Сейіттің түрін қара. Сейіт бір жам, Сейіт те жоқ, қап-қараңғы өмір сүріп жатырмын ғой. Тек жап-жасыл бәлені, жанып тұратын түсінбеймін бар ғой. Ал басты мал не болды? Құдай сақтасын, мынау не дағы?